Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір қазақ тілі сабағы. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз я және ю әріптерінің жазылуы. Балалар, сіздер бүгінгі сабақтан я, ю әріптерінің қалай естілетінін және қалай жазылатынын, я, ю әріптерінің қандай дыбыстардан құралатынын, я, ю әріптері жазылатын сөздерде неше әріп, неше буын болатынын білетін боласыздар. Я әрпінің жазылуы. Балалар, бұл қандай әріп? Я әріпі. Я қандай әріп екен? Ол дауысты дыбыс және қосарлы дыбыс екен. Я әріпі қалай жазылады екен? Я әріпі қосарлы дыбыс деген, яғни екі әріптің қосылуынан жасалған дыбыс екен. И және а әріптері қосылған кезде я дыбысы шығады екен. Мысалы, қоян сөзінде я әріпін и, а дыбыстары құрап тұр. Бірақ жазылған кезінде қоян деп жазу керек. Қой-ан болып естілгенмен қоян деп жазылады екен. Яғни қой-ан деп жазуға болмайды екен. Сонымен қатар, саяхат сөзінде сай-ахат болып естілгенмен саяхат болып жазылады екен. Са-и-ахат деп жазуға болмайды екен. Бұл қате болып табылады екен. Ю әріпінің жазылуы. Ю әріпі де я әріп сияқты қосарлы дыбыс болып табылады екен. Өйткені ол да и және у әріптерінің қосылуынан пайда болады екен. А-ю сөзін оқыңдаршы. А-ю, яғни естілген кезде а-и-у естілгенмен жазылғанда а-ю болып жазылады екен. О-ю сөзінде о-и-у естілгенімен о-ю болып жазылады екен. Яғни а-и-у, о-и-у деп жазуға болмайды. Енді балалар, тапсырма орындайық. Балалар, я әріпінде, я әріпі бар сөздер сендерге сурет ретінде берілген. Енді бірінші суретке назар аударыңдаршы. Ненің суреті берілген? Аяз, суық күннің суреті берілген. Аяз деген сөзде балалар неше әріп бар? Санайықшы. А бір әріп, я екі әріп, з үш әріп бар. Дұрыс па? Дұрыс. Енді қанша дыбыс бар? Санайықшы. А бір дыбыс. Я әріпінде неше дыбыс бар? Екі дыбыс бар. Яғни з төртінші дыбыс болып, төрт дыбысты құрап тұр екен. Дәл осылай видеоны тоқтатып, әрбір суреттегі сөздерді неше әріп бар екенін, неше дыбыс бар екенін жаза қойыңдар. Тапсырманың дұрыстығын тексерейік. Пияз сөзінде 4 әріп, 5 дыбыс бар. Қоян сөзінде 4 әріп, 5 дыбыс бар. Ұя сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс бар. Өйткені я әріпі қосарлы дыбыс болғандықтан, әрбір я дыбысы 2 дыбысты құрап тұр. Яғни и және а дыбыстарын құрап тұр. Балалар, енді буындардан сөз құрайық. Ортада қандай әріп тұр? Ю әріпі тұр. Мысалы, ою деген сөз шықты. Қою. Дәл осылай өздерің барлық буындардан сөз құрап дәптерлеріне жазып ала қойыңдар. Енді балалар, өткен сабағымызды қорытындылайық. Есіңізге сақтап алайық. Сөзде и, а дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына я әріпі жазылады. Мысалы, мая, сая, таяқ. Сөзде и, у дыбыстары естілгенімен ю әріпі жазылады. Мысалы, аю, қою, ою. Балалар, менің сабағымды тыңдап, белсенділік танытқандарың үшін сендерге үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше.